Koylar ne oturmaydı? Biz kalın kiyinip aldık. Selamiyetsizlerime. Benim adım Aycere. Benim rasım Türkçe. Benim anam dərgər. Biz kızım Türkçeler жүргіземіз. Қазақ халқы үшін қой қасиетті жануар. Төрт түліктің бірі. Қойдың еті жесең тағам, жүні кисең киім, алмайы ем болып табылады. Қоянашын қандай керемет. Біз бүгін зерттейік. Ал Айзере, қарашы, бізде бүгін сенің зерттеулеріңе қажетті заттарымыз дайын. Мынау қойдың құйрық майы, ал мынау іш майы. Анашым, олардың айырмашылығы бар ма? Я, әрине Айзере. Мынау қойдың құйрық майы, бұл қойдың артқы жағында орналасқан. Ал мынау іш майы ішкі құрылыстардың жанында орналасқан. Құйрық май өте құнарлы әрі жұмсақ болып келеді. Ертеде ата-бабаларымыз қойдың құйрық майын тағам ретінде пайдаланған. Оның құйрық майды нанмен қосып тағамға қосқан. Ол салқында жылулық, денеге жылулық береді, денсаулыққа пайдалы күш береді. Ал қазір біз осы майды ерітіп, тәжірибеге қолданамыз. Қызым есіңде болсын, ыстық заттарды пайдаланарда абай болу керек. Жақсы, анашым. Міне қызым, біз майды ерітіп алдық. Ендеше қызым, мына ыдысқа суды толтырамыз. Енді ең қызық жері, сен мына жерден майды алып, мынаған тамызып көрші. Мұнда тамыз. Жоқ, бұлай жасаймыз. Ұстаймыз, қысамыз. Тоқта. Жібереміз. Енді, оп, міне. Анашым, май қайда кетті? Май судың бетінде қалады. Ол жеңіл және суда ерімейді. Қойдың майы ол тез қатаяды. Айзере екеуміздің келесі тәжірибемізде қойдың құйрық майынан пайдалы емдік табиғи крем жасаймыз. Айзере, бізге ол үшін бал керек, немесе зәйтүн майын қолдануға болады. Және йод, этил спиртін, қойдың құйрық майы қажет болады. Көрдің бе Айзере, бізде бұл крем, табиғи крем, қойдың майынан жасап шығардық. Бұны біз суық тигенде табанымызға жақсақ болады. Шөтелгенде мойнымызға ысқылап, жұқалап жақсақ, ауруымыздан жазыламыз. Келесі біздің Айзере екеуміздің тәжірибемізде қойдың құйрық майының жылуды қалай сақтайтынын қараймыз. Ол үшін біз Айзеренің бір қолына құйрық майды жағамыз. Енді екі қолыңды бірдей мына суға сала қой. Екі қолыңды сал. Тұрып қолыңнан тұра аласың ба? Тұрып сала қой. Мына қолыңды да сал. Екі қолыңды батыр суға. Айзере, қай қолың жылы болып тұр? Мынау. Көрдің бе? Бұл қойдың құйрық майын жаққан қолымыз. Қойдың құйрық майы сен маған айттың ғой. Қойлар неге салқында жаурамайды деп. Көрдің бе? Оларда май болған соң денелерінде жылулықты сақтап тұрады. Сосын олар тоңбайды. Біз басында қандай сұрақ қойдық? Қой неге тоңбайды? Енді біз оның жауабын білеміз. Майдан емдік крем жасауға болатынын көрдік. Және майдың жылуды сақтайтынын анықтадық. Және қойдың майы өте пайдалы. Біз бүгін керемет зерттеу жасадық. Сіздерге зерттеу ұнады ма?